Assalamualaikum dostlar. Бүгінгі видеода біз қосқышты Алисаға жалғап қалай жалғайтынын көрсететін боламыз. Ол үшін бізге мынандай хат керек болады. Бұл хат дегеніміз осындай ақылды қосқыштарды немесе ақылды үйдің басқа да датчик элементтерін өзара байланыстыратын шлюз болып табылады. Бізге екі приложение керек болады. Біріншісі Tuya, екіншісі умный дом. Бұл приложениелерді Play Market немесе App Store'дан жүктесеңіздер болады. Сілтемелерін описаниеде қалдырып кететін боламыз. Алдымен Tuya кірген кезде сіздер алғаш рет кіріп жатқандықтан регистрация жасайсыздар. Создать новый учетный записьті басамыз. Өздеріңіздің emailдарыңызды жазасыздар. Я согласенді басып, получить проверочный кодты басып тіркелесіздер. Тіркеліп болғаннан кейін Tuyaға тіркеліп болғаннан кейін бізде осындай бет пайда болады. Қосу белгісін басамыз. Добавить устройство, отмена. Сіздерде міндетті түрде Bluetooth бен геолокация қосылу болуы тиіс. Және де нақты хабты тіркеу үшін хабтың үстін басамыз. Пароль, Wi-Fi-дің паролін жазып енгіземіз. Хабты енгізілу режиміне қою үшін бізде хабтың түймесін 5 секундтай басып тұрамыз. Сол кезде ол өзінің көк түсі жанып өшіп тұрады. Сол кезде ол қосылу режимде тұр деген сөзді білдіреді. Завершено. Енді бізде хабқа кірген кезде бізде Bluetooth және де Zigbee болып тұрады. Мінеки хабтың іші Zigbee'ді басамыз. Добавить устройство. Енді біздің қосқышымыздың бірінші батырмасын 5 секундтай басып тұрамыз. Көк түсі өшіп жанып тұру керек. Бұл да бізде қосылу режимде тұр деген сөзді білдіреді. Мінеки өшіп жанып. Оны да енгіземіз үстін басып. Завершено. Мінеки осы приложение арқылы да өшіп жанып басқарсақ болады. Енді кезекте бізге умный дом керек. Умный домға да дәл солай тіркелесіздер. Регистрация жасап, Tuya тіркелген аккаунтпен және де тіркеліп болғаннан кейін жай ғана устройство умного дома кіріп, Tuya'ны обновить ете саламыз. Мінеки бізде жаңағы тіркелген включателіміз шықты. Және де бұларға комнатаны добавить етеміз. Мысалы, біз кабинет добавить етейік. Сохранить. Пропустить. Тіркеп болғаннан кейін мынаны өшіріп тастай салсақ та болады. Себебі бұл бізде екеуін бірден өшіріп қосады. Бізге жеке керек. Үстін басып, настройка кіріп, тип устройствоны басамыз. Және де бізде қазір бұл лампочка. Основной свет. Сохранить. Мынаған да дәл солай істейміз. Настройки. Тип устройства. Мысал сіздер бізде бра болса немесе лента болса, лента деп таңдаймыз. Бізде қазір тұрған лампочка болғандықтан лампочканы таңдап жатырмыз. Енді кезекте біз Алисаны умный домға енгізетін боламыз. Ол үшін қосу батырмасын басып, устройство с Алисой басамыз. Сіздерде қандай Алиса болса соны таңдайсыздар. Бізде Яндекс Лайт, станция Мигайт, выбрать. Алисаны қосу режиміне қою үшін пауза белгісін 5 секундтай басып тұрасыздар. Сонда көк түс жанып өшіп тұру тиіс. Алисаны Wi-Fi-ға енгіземіз. Мінеки бізде қосылып жатыр қазір. Міне қосылып болды. Не сейчас? 5 минуттай өзінің настройкасын істеп алады. Шығып кетеміз. Ура, все готово. Теперь я могу разбудить вас утром, установить таймер, поболтать с вами или включить какую-нибудь музыку. Міне сіздерге құрылғылардың барлығын приложение қалай енгізу керек, настройкасын қалай істеу керек барлығын көрсеттік. Енді светтерді Алиса арқылы басқарсақ болады. Алиса, включи первый свет. Алиса, включи второй свет. Алиса, выключи свет. Көріп тұрғандарыңыздай светтерді жеке және де бірге басқарсақ болады.